Сәлеметсіздер ме, өмір толқындар арнасының құрметті тыңдармандары, арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсете отырыңыздар. Жұмыстан шаршап келген Дария үйіне келе салып, тамағын ішер-ішпес жатып қалды. Бірақ еш ұйқысы келер емес. Үйдің іші тым-тырыс. Өзі де елегізіп ары-бері дөңбекшіп, болмаған соң қайта тұрды. Теледидарды қосып, кішкене жаңалық көрейін деп отырды. Қанша теледидарды қосса да, ойының бәрі басқада. Осылай қашанғы жүрер екенмін. Жасым болса келді. Енді кімге тұрмысқа шығар екенмін. Өзіммен қатарлар үйленіп те кетіп жатыр. Бойдақтарды таппасым анық. Не де болса, бұрын үйленіп ажырасқан, болмаса әйелі қайтқан жігіт болса да шығуым керек. Бала босануым керек. Уақытым өтіп жатыр. Бірақ қайдан табамын? Күндіз-түні жұмыстан қолым тимейді. Кешке бірге шығатын құрбыларым да жоқ. Барлығы тұрмыста. Бетімнің әрі де кетіп жатыр. Бұрын неге ертерек шығып кетпедім екен? Барлығына өзім кінәлімін. Еш қайсысын менсінбедім. Біреуін жүргізуші, біреуін қарапайым жұмысшы деп жүрдім. Енді не дейін? Өзім ғой кінәлі. Деп өзінде арасында жазғырып отыр. Дария ауруханада дәрігер болып жұмыс жасайды. Жасы 37-ге келді. Тұрмыс құрмаған. Жұмыс деп жүріп, өз уақытын өткізіп алды. Жас кезінде жігіттер болмады емес, болды. Біреумен сөзі жараспады, біреумен мінезі жараспады. Әйтеуір таныстықтары ұзаққа бармайтын. Бір жағынан Дария өзі дәрігер болған соң, қарапайым орта буындарды менсінбей жүрді. Сол мінезінен де Дарияға көп адам жолай бермейтін. Көпшілігі бұны көкірек деп ойлады. Басында өзіме лайықты біреу кездесер деп жүрген Дария, қалай 37-ге келіп қалғанын білмей отыр. Уақыт болса зымырап өтіп жатыр. Барлығының қашан тұрмыс құрасың деуінен шаршады. Қазір айтпайды да. Жаны ашығандар, саған ешкім күлмейді. Үйде отырып болса да, өзің үшін босанып ал. Қартайғанда жалғыз өзің қалып қаларсың, дейді. Кейбіреулер отырып қалған қас кімге тиер? Ажырасқан біреуге тиеді де, дейді болған. Соңғы уақытта бір-екі ер азаматпен танысты. Бірақ еш көңілі қаламайтын. Қанша өзін қинап, тұрмысқа шығып кетсем бе екен дейді. Бірақ бір нәрсе кері қайтарып тұрады. Әлі де үміті үзілмей отырғандай. Мүмкін өзіме лайықты жігіт кездесіп қалар, деп танысқан ер азаматтарға ниет білдірмеді. Қазіргі Дарияның барлық ойлайтын мәселесі осы. Жатса да тұрса да осы оймен жүр. Әр нәрсені бір ойлап, тағы да сол оймен ұйқыға кетті. Таңертең ерте оянып, жұмысына барды. Күндікпен жұмыс жасап, кешкісін жұмыстан қайтып жатқаны сол. Бас дәрігер келіп, ертең бір қағазды дайындап қоюын сұрады. Амал жоқтан қағазын дайындап, жұмыстан тағы кешігіп шықты. Жолдан такси тоқтатпақшы болып, қолын көтерді. Ешкім тоқтай қоймады. Жарты сағат көлемі болған. Әлі тұр. Енді не істеймін? Деп тұрғаны, қасына бір жеңіл машине тоқтай кетті. Қуанып кеткен Дария, сәлеметсіз бе? Мені үйге жеткізіп салыңызшы, өтініш, деп қиылып тұр. Отырыңыз, апарып тастайын, деді. Дария дереу машинеге отырып алды. Сізге рахмет, не істерімді білмей тұр едім. Мұндай түн уақытында жайша жүрсіз бе? Жұмыстан кеш шықтым, бір шаруаларыммен. Жолдасыңыз күтіп қалған болар. Жоға, күтіп отырған ешкім жоқ. Неге? Себебі жұмыс деп жүріп, тұрмыс құрмадым. Өзіңіз таксисіз бе? Жоқ, мені де күтіп отырған ешкім жоқ. Сондықтан жұмыстан шығып, қаланы бір аралап жүрген едім. Сізді көріп, апарып салайын деп ойладым.
Үлкен рахмет сізге. Шамалы үнсіздіктен соң, менің есімім Қабыл. Үнсіз отырғанша таныса отырайық. Иә, дұрыс айтасыз. Менің есімім Дария. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Екеуі үйіне жеткенше танысып барды. Қайда жұмыс істейтінін барлығын сұрап білісті. Қабыл қарапайым күзетші болып жұмыс жасайды екен. Осы уақытқа дейін үйленбеген. Дариядан бір жас кіші болып шақты. Бойдақ екенін білгенде, Дария қуанып кеткендей болды. Бірақ жасы кіші болғанға қайта өзін басты. Менен кіші жігіт, мені не қылар дейсің? Жастарға қарайды ғой, дейді. Үйіне жеткізіп салып, Қабыл ешқандай ақшасын алмай қайта кетті. Дария Қабылдың бұл қылығына тәнті болды. Нағыз ер азамат екен, дейді. Сөзі де түзу. Дарияның бұрынғы мінезі жоқ, қазір басылған. Бұрын адамды қызметіне қарап араласатын. Қазір Қабылды қарапайым күзетші екен деп отырған жоқ. Тегі әңгімесі жарасып, жақсы көңіл күймен қайтқанына қуанышты болып отыр. Бүгін көңілі тынышталып, жақсы оймен ұйықтады. Күнделікті жұмысына барып келіп, қайтадан бір сарынды күні өте берді. Алғашында Қабылды ойлап жүруші еді, кейін өз-өзін қолға алды. Қабыл менен кіші, мені не қылсын? Өзінің сөз жарастырған қызы бар шығар. Оны ойлауды қой, деп өзіне тоқтауыл қойып, тек жұмысымен алданып тағы жүрді. Бүгінде жұмысына беріліп отырғаны, біреу келіп алдына жайғасты. Иә, айта беріңіз, деп қарағаны сол, алдында Қабыл отыр. Өз көзіне өзі сенбеді. Қабылды келеді деп мүлдем ойлаған жоқ. Мұнда қайдан жүрсің? Деді көзі бақырайып. Жымиып күліп, саған келдім. Таңырқап, бір жағынан қуана қарап отырған Дарияның әші алай-дүлей қуаныш кернеп отыр. Үзілген үміті қайта жалғанғандай. Онысын білдірмеуге тырысып бақты. Бірақ бәрі көзінен көрініп ақтар. Екеуі кішкене сөйлесіп, қалған әңгімені кешкісін жалғастыратын болып шешті. Өйткені Дарияның жұмысы бар еді. Қабыл жұмыстан кейін күтіп алатын болып келісті. Дарияның жүрегін қуаныш кернеп, айналасының бәріне мейірімін шашып жүргендей болды. Кештің де қалай тез болғанын байқамай қалды. Кешкісін жұмыстан шыққаны сол, Қабыл күтіп алды. Екеуі мейрамханаға барып, одан қаланы аралап, ұзақ жүрді. Біраз әңгімелерін айтып, өздерінің өмірі туралы сыр шертісті. Дария арасында да бақытты еді. Бойдақ жігіттен күдерін үзген Дария, өзінде осындай жағдай болады деген ой келмеді де. Өзін тек ажырасқан, баласы бар ер азаматтың қасында елестетуші еді. Болып жатқан жағдай түсі секілді болып тұр. Барлық ілтипатын көрсетіп, Қабыл тағы үйіне жеткізіп салды. Бұл жолы телефон нөмірімен алмасты. Қабыл күнде хабарласып тұратын болды. Хабарласпай қалса уайымға салынып, Дария өзі де жағдайын біліп жүрді. Екеуінің бір-біріне деген сезімі бары анық. Қабыл нық қадамға барып, екі жарты бір бүтін болайықшы. Екеумізде аз жасқа келмедік. Уақытты созбайық, үйленейік, деп ұсыныс жасады. Дарияның күтіп жүргені де осы еді, қуанғаннан жылап та жіберді. Көп ұзамай, барлық жөн жоралғысы жасалып, Дария тұрмыс құрды. Екеуі де бақытты. Енді тек босанып алсам, Қабылға перзент сыйласам деген арман ғана болды. Ол арманы да алыс емес екен. Дария көп ұзамай жүкті болды. Қабыл мен Дария қатты қуанды. Бірақ көтерген баласы 5 айында түсіп қалды. Емделіп қайта көтерді. Ол баласы да әжептәуір ай болғанда онысы тағы түсті. Өзі дәрігер болса да, еш аман есен босанудың жолын білмеді.
Тағы көтерді. Бала түспес үшін барлық нәрсені жасады. Көтергеннен ауруханадан шықпады. Бірақ қанша күтінгенімен, бұл баласында 7 айында ерте босанып қойды. Бірақ қуаныштары ұзаққа бармай, тағы шетінеп кетті. Әбден күдерін үзген Дария ешкіммен сөйлескісі келмеді. Тек өз-өзін кінәлі етіп, іштей тынып жылай берді. Осынша уақытта бақытқа жеттім бе деп едім. Әлі де жылайтын күнім аз емес екен. Қабылға бір перзент сыйлай алмадым-ау. Енді не болар екен? Тумаса мені не қылады? Тастап кетеді. Жас келіншек алады ғой. Не істеймін мен? Тағы өзім ғана қаламын ба? Деп жылаумен болды. Дарияның көз жасын көрді ме? Қиналып жатқанын сезді ме? Ауруханада жатқан жерінен бір дәрігер алып ұшып келді. Саған айтар маңызды әңгімем бар. Мені тыңда. Қазір ғана бір жас қыз босанды. Некесіз бала. Жігіт қызға үйленбей отыр екен. Бұл қыз енді өз перзентінен бас тартып отыр. Өзі жас, оқитын қыз. Үйіне апарса қабылдамайды. Сондықтан осында тастап отыр. Мүмкін сен бауырыңа басарсың. Сонда артынан еретін шығар, дейді. Қуанып кеткен Дария Қабылмен ақылдасып хабарын айтатын болды. Қабылға хабарласып, мән жайды түсіндіріп айтқан еді. Ол да қуана-қуана келсе кетті. 2 күннен кейін Қабыл мен Дария қыздармен бірге перзентханадан шықты. Дария кішкентай Әлдиді өзінің қызындай көріп, омырауымен ана сүтін берді. Үйлеріне қуаныш еніп, жүздері балбыл жайнап, қыздары қуаныш әкелгендей болды. Қыздарының әрбір қылығын қызықтап, өсіре берді. Қыздары 1 жасқа толғанда Дария көтерді. Бұл жолы аман есен қыз босанып алды. Оның артынан тағы ұл босанды. Қазіргі уақытта Қабыл мен Дария бақытты отбасы. 3 баланың ата-анасы. Бірінші қызын өз қызындай көреді. Туғандыкі емес, баққандыкі деген расау. Үлкен қыз өзінен айнымай өсіп келеді. Қазір мектепке барып жүр. Дарияның өзі бұрынғы жұмысына қайта шақты. Қабыл басқа бір мекемеге қызметін ауыстырды. Үлкен жер үй алып, сонда тұрап жатыр. Деп автор әңгімесін аяқтайды. Құрметті тыңдарман, әңгіме соңында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болайық.